Барлығына ассалаумағалейкум. Менің есімім Әділбек Жұмажанов Әділбек Жандосұлы. Мен факультет ақпараттық технологиялар факультетінде 3-ші курс оқитын студенті боламын. Қазір Қазақстан тарихы дисциплинасынан СРС 2, яғни көркем шығарма қорғайтын боламын. Көркем шығармада бізге бір кітап таңдау керек болды. Сол кітапта таңдап, анда нұсқаулар бар. Сол нұсқаулар бойынша біз кітап жайлы сөйлеу керек едік. Міне, менің кітабым, таңдаған кітабым бұл сары кітап. Кітап авторы Мағауин Едіге. Қысқаша аннотациясы бойынша айта кетейін. Бұл кітаптың аннотациясы былай дейді екен. Сары, қашанда қайғы қасірет белгісі. 1931-32 жылдарындағы жаппай ашаршылық қазақ халқының өткен тарихындағы ақтабан шұбырындыдан еселеп асып түсті. Ол қалай дегенмен де соғыс жағдайы. Азаматтың қолында қорғаныс қаруы болды. Сол тар заманның өзінде аштықтан, жоқшылықтан өлген төтенше жағдай сирек екен. Ал советтік замандағы жұртшылықтың бірден-бір күн көріс көзі бұл 4 түлік малды түгелдей тартып алып, бүкіл қазақ халқын қатарынан 2 жыл бойы жоқшылық құрсауында қалдыру, адамзат тарихында болмаған жаппай ашаршылыққа ұшырату нәтижесінде әлденеше миллион адамның жер жастанып, қазақ даласының қаңырап қалуы, арнайы қасақана ұйымдастырылған геноцид екені даусыз. Қолыңыздағы сары кітап бұл сол бір қасіретті жылдарды басынан өткерген тікелей куәлердің көз көрген жазбалары. 1989-1994 жылдары орайында Республикалық әдеби жұлдыз деген журналында жарияланған естеліктер енді жинақталып, жалпы жұрт алдына қайыра тартылып отыр. Кітаптың авторлық құқығы кезінде осы қажетті ізгілікті шаруаны жүзеге асырған жұлдыз журналының иелігінде. Бұл сөз осы кітапты құрастырушыға да тікелей қатысты, яғни Мағауин Едігеге де. Бұл нұсқаулар бойынша тоқталып өтсек, бірінші нұсқау ол көркем шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған. Көркем шығарма бұл 1931-1932 жылдар, яғни 20 ғасырдың 30 жылдарының басында қазақ халқы өзінің басынан кешкен ашаршылық кезеңін қамтиды. Бұл кітап қамтиды. Шығарманың негізгі идеясы не? Автор қандай мәселе мен сұрақтарды көтереді? Шығарманың негізгі идеясы бұл өзіміздің қазақ халқының, біздің ата-бабаларымыздың, мысалы мен оқырманмын, оқырманға кітаптың идеясы бұл оқырманға өзінің ата-бабалары, яғни менің қазақ ата-бабаларым өзі басынан қандай қайғы қасіретті кешті, соны білу, оған сочувствовать дейді ғой, солай ете алу, оны түсіну, қандай тер, қандай қан төккен, қандай қайғы қасірет басынан кешкен білу, оны білмеу өте ұят. Негізгі идеясы осы, бізге білдіру, осындай қайғы қасірет басынан кешкен ата-бабаларымыз. Сол сияқты. Автор қандай мәселе мен сұрақтарды көтереді? Қандай мәселе мен сұрақтарды автор қандай куәгерлердің басынан кешкен оқиғалар жайлы. Осындай куәгерлер бар, өздері жазған, өздері басынан өткізген, көрген осындай ашаршылық болған. Сол жайлы. Шығарманың бас кейіпкерлері кім? Олардың бейнесі сипатта. Және бағана айта кеткендей, бұл жерде бір ғана оқиға емес, бұл жерде 30 шақты оқиға бар. 30 шақты адамның өзін жұлдыз деген журналда жазып кеткен оқиғалары. Соның біреуі, айта кетсем, көз көрген деген оқиға. Бұл
Жорабек Дүйсенбин деген кісінің айта кеткені, бұл жерде бас кейіпкер сол және Жорабек Дүйсенбин деген кісінің өзі. Бұл жерде әкесі де бар. Бұл жерде жолда кездестіретін, жолда түйемен кетіп бара жатқанда жолда кездестіретін әже бар. Әже бірақ бас кейіпкерлерге кірмейді, енді қарлығашқа дейін. Келіні ғой, Қарашаш келінін сондай мықты сипаттап береді. Келіні сол үзіндіні қазір оқып бергім келіп отыр. Әдемі, сұлу деп сипаттаған болатын. Және де сол әжемен келінін қалай жолыққан, сол екі үзіндіні айтқым келеді. Шығармада қандай салт дәстүрлер, рәсімдер сипатталады? Мұнда негізінде салт дәстүр, рәсім жайлы ешқандай көрген жоқпын, себебі бұл жерде нақты мәселе, бұл жерде ашаршылық, қандай ашаршылық болды, басынан не кешті, сол жайлы. Міне мысалға, мына жерде жұт жеті ағайынды деген сөз таппас қой тегі. Арқада малмен күн көрсе, оңтүстіктің қазақтары негізінде егінмен күн көреді. Біз негізінде ашаршылық кезінде егін еккен жер айтылған, және де бұл басқа салт дәстүр жайлы айтқан жоқ. Келесі сұрақ. Осы шығарманы оқып шыққан соң сіз өзіңіз үшін танымдық тұрғыдан қандай жаңалық аштыңыз? Бұны оқып шыққаннан кейін мен өзімнің танымдық тұрғыда мен бұл жерде жәнегі қатты аштыққан адамға сұрақты қайталайын. Осы шығарманы оқып шыққан соң сіз өзіңіз үшін танымдық тұрғыдан қандай жаңалық аштыңыз? Бұл жерде және айта кеткендей басты кейіпкер Жорабек Дүйсенбин әкесімен бірге жолда келе жатқан кезде әжеңге сырқалады дедік қой. Сол кезде ол кісілер қатты аштыққан болатын. Олар қатты аштыққаннан және кімдер көмек сұрайды ғой. Сол кезде тез ғана екі түйір бері жеретін болатын. Тары екі түйір ме? Мына жерде бір уысына салынған талқан, уысына салынған талқанды суға қарамай талмап, асығыс жұтам деп қалып, шиқылдап та қалады. Сол жерде бір өлімнен аман қалады. Сондай момент, сондай тірі жүріп бір тамақ жеп қайтыс болып кетуі мүмкін деп адам. Міне осы момент мені таң қалдырды. Өзіңізден ұнаған сюжеттерін 2-3 үзінді мәнерлеп оқып беріңіз. Маған мынау жәнегі кімдер Жорабек Дүйсенбин әкесімен бірге, әкесі колхоздан түйе ұрлап келген болатын. Сол түйемен бірге жолға шығады бұл кісілер. Жолға шыққан кезде міне әжені кездестірген жайды оқып берейін. Ертеңіне тал түсте сары суға іліктік. Көлік шалдыру керек, сусындау керек. Жолға алып шыққан азын аулақ талқанымыз бар. Келей етпеттей жатып, ағын суға бас қойдық. Әрқайсымыз бір-бір уыс талқан шайнап, сумен ар етеріп талшықтап алдық. Бір мезетте қамыс ішінен аруақтай жүдеу кемпір шыға келді. Қарақтарым, есіркей көріңдер деп алақанын жаяды. Уысына салынған талқанды суға қарамай талмап, асығыс жұтам деп қақалып, шиқылдап та қалады. Жеркеге соғып, су жұтқызып тірілтіп алдық. Сәлден соң әлгі тілге келді. Жөнімізді сұрады. Телғозин шоңның ауылынан Қарағаштан келеміз дегенде естісімен жанары жайнап сала берді. Алда Сабазай елге бас болған азамат еді. Тұқымынан кім қалды? Үлкен ұлы Ахмет Жанды білетін шығарсыз. Оны халықты сорған феодалсың деп атып тастаған болады. Кіші ұлы Мұхамеджан, ол большевиктерді жандап, әзірге аман жүр. Ахметжаннан қалған тұяқ ғалым деген баласы сонау Қызылжарға детдомға беріліп кетті. Кемпір қозғалақтап орнынан тұра беріп, қайтадан құлап қалды. Анау қамыстың ішінде келінім жатыр. Оны осында әкеліп, тым болмаса бір уыс талқан беріңдер дегенге тілі келді де кемпір қисайып үзіліп кетті. Әкем бас салып шешеме ұрысты.
Алғашқы жұтқан талқаннан кейінгі 2 уыс талқанды бермеу керек еді. Түйір кейбір аш өзегіне түскен соң әз-әпендіге жетіп тұрған жан үзіліп кетті ғой. Келіннің кірпігі ғана қимылдап жатыр екен. Талқанды суға шылап, міне, мына үзінді келінді сипаттайды қазір. Келіннің кірпігі ғана қимылдап жатыр екен. Талқанды суға шылап, сұйық қана бір тостаған атала ішкіздік. Аты Қарашаш, қасы көзі қиылған бір суреттерсің. Осынша жүдеу қалпынан өзінен арудың қаса сұлулығы байқалып тұр. Кемпірді жерлеп, күн бата тағы да жолға шықты. Күндіз көп жүруге болмайды, әлде бір белсенділер көріп қалса. Колхоздан қашып бара жатқан кімсіңдер деп бізде де мәз қылмайды. Қарашаш түйенің үстінде, біз бәріміз жаямыз. Қарашаштың айтуынша бұлар 12 адам бір үйлі жан екен. Әуелгі аштық басталғанда бас аяғы 15-20 күн ішінде үйдің 4 азамат өлген. Аштыққа еркектен гөрі әйел зат шыдамды болады екен. Бала-шаға да шетінен қылжиып, ақыр аяғында осы Қарашаш пен әжей ғана қалған екен дейді. Міне, осы үзінді. Кітап оқу кезінде қандай көңілді сезімде болдыңыз? Кітап оқыған кезде бұл әрине біздің ата-бабаларымыз, бұл кісілер осындай қайғы қасіретті басынан кешкен біле тұра. Мен әрине өте қайғылы сезімде болдым. Шыны керек, бұл жерде соншама жүректі елшіретеді. Шыны керек, осындай аштық деген өте қорқынышты дерт, шыны керек, жұт болды. Осындай геноцидті именно орыс халқы жасаған бір кезде ол жерде ыза келе бастайды. Осындай сезімдер бірге келген болатын. Бұл кітапты достарыңызбен, жақындарыңызға не үшін ұсынар едіңіз? Бұл кітапты мен автордың негізгі идеясы осы танып білсін дедік қой, қандай қиыншылықтарды біздің ата-бабамыз кешкен. Мен де сондай ниетпен ұсынар едім достарыма. Міне, тарихыңды біліңдер, ата-бабаларың осындай қиыншылықты бастан кешкен деген сияқты. Қиын заман мықтыларды дүниеге әкелген деген сияқты. Әке-шешеміз мықты ғой, ата-бабамыз мықты ғой, сол сияқты. Шығарма авторы туралы не білесіз? Шығарма авторы Мағауин Едіге. Бұл кісі өзінің кітап, өзі жас кітап, 20-шы жылы ғана жарыққа шыққан болатын бұл кітап. Мағауин Едіге Азаттық деген радио бар. Сол радиода кім болып жұмыс жасайды? Директор болып жұмыс жасайды. Өзінің тарихын зерттеген, тарихын білетін кісі, бізге де, ұрпақтың да білгенін қалайтын кісі. Шыны керек, Мағауин Едіге жайлы деректер ғаламторда аз екен. Осыны ғана біле алдым. Мен мынаны оқып кетейін. Мағауин Едіге, бұл сары кітап. Қазақ ашаршылығы 1931-33 жылдар. Көз көрген естеліктер құрастырған, баспаға әзірлеген Мағауин Едіге. Бұл кісі осы кітапты құрастырған кісі болып есептеледі. Мен кітаптан тағы да аннотациясын оқығым келіп тұр. Сіздерге оқып берсем. Сары қашанда қайық қасірет белгісі. 1931-33 жылдардағы жаппай ашаршылық қазақ халқының өткен тарихындағы ақтабан шұбыртыдан еселеп асып түсті. Ол қалай дегенмен де соғыс жағдайы, азаматтың қолында қорғаныс қаруы болды. Сол тар заманның өзінде аштықтан, жоқшылықтан өлген төтенше жағдай сирек екен. Ал советтік замандағы жұртшылықтардың бірден бір күн көріс көзі 4 түлік малды түгелдей тартып алып, бүкіл қазақ халқын қатарына 2 жыл бойы жоқшылық құрсауында қалдыру. Адамзат тарихында болмаған жаппай ашаршылыққа ұшырату нәтижесінде әлденеше миллион адамның жер жастанып, қазақ даласының қаңырап қалуы арнайы қасақана ұйымдастырылған геноцид екені даусыз. Қолыңыздағы сары кітап
сол бір қасіретті жылдарды басынан өткерген тікелей куәлардың көз көрген жазбалары. 1989-1994 жылдар орайында Республикалық әдеби жұлдыз журналында жарияланған естеліктер енді жинақталып, жалпы жұрт алдына қайыра тартылып отыр. Кітаптың авторлық құқығы кезінде осы қажетті ізгілікті шаруаны жүзеге асырған жұлдыз журналының иелігінде. Бұл сөз осы кітапты құрастырушыға да тікелей қатысты. Және де келесі нұсқаларға тоқтап өтейін. Келесі нұсқалар. Сонымен қатар студенттер әрдайғы кезеңдегі қазақ әдебиетінің даму ерекшеліктерімен көтерілген тақырыптың таныс болу керек. 1920 жылдар қазақ әдебиеті, социалистік реализм. Бұл бірінші 1920-1960 жылдардағы қазақ әдебиеті, социалистік реализм. Бұл нұсқаумен біз таныспыз. Бұл дәрісте өткен болатынбыз. 1960-1990 жылдары қазақ жазушыларының, ақындардың шығармашылығы. Бұлмен де таныспыз. Тарихи сананы қалыптастыру тарихи. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Әділбек. Қорытындылай келе, Сары кітап деген кітапты талдадық. Бұл біздің тарихымызды бұл жүрек.